Bir больницаға комаға түсіп қалған адам, комасынан оянған кезде түсінбей жатыр да, қаяқта жатқан. Тұрса, ақ халатты адамдар жүр. Ол міндетті түрде тыпыршиды. Білгісі келеді, қаяқта жүргенін білгісі келеді. Ода память жоқ, бәрі кетіп қалған. Ақ халатты біреуін шақырады. Мен қаяқтамын дейді. Ол адам айтады: сен реанимациядасың. Бүйтіп түсінді. Мен бұл жаққа қайдан келдім? Bir avariya болған. Сол авариядан келдің сен. Енді қашан шығам бұл жерден? Жаңағыдай. Дұрыс память келіп жатыр да. Енді сабыр қылсаң, біздің айтқанымызды істесең, ашуланбасаң, біз ем беріп жатырық, шығасың. Сол кезде ол адам орнығатта емі оған дариды. Сол сияқты адам баласы да бұл өмірге келген кезде үш сұрақ болу керек ода. Мен қайдан келдім бұл өмірге? Ақымақ адамда ғана болмайды ол сұрақтар. Ақылды адам міндетті түрде мен қайдан келдім бұл өмірге? Сенің қайдан келгеніңнің бәрін Құран айтып тұр. Сен әу баста Адам алейхиссаламды жаратқан. Оның белінен сенің рухыңды жаратқан. Одан кейін Алла Тағала сені әкенің белінен, ананың көкірегінен шыққан бір тамшы суды ананың құрсағына жайғастырдым дейді. О жерде сен 40 күн су болып тұрдың. Одан кейін сені қанға айналдырдым, 40 күн ет болып тұрдың. Одан кейін сені етке айналдырдым, 40 күн ет болып тұрдың бір істеп. Содан кейін сыртын сүйекпен қаптадық, оның сыртын етпен қаптадық. Одан кейін оған жаратылысын өзгертіп рух кіргіздік дейді. Осындай сатылардан өткесін дейді Алла Тағала. О, сен бұл дүниеге келудің алдын осындай жақтардан келетсің сен. Не үшін келдің бұл өмірге? Бұл өмірге не үшін келдің? Әрбір адам өзіне не үшін келдің бұл өмірге деген сұрақ қойса, Алла Тағала оны айтады: мен жын қауыммен адам қауымын тек өзіме құлшылық етулері үшін ғана жаратқам дейді. Алла Тағаланың екі ақылды құлы. Оған Алла Тағала нәпсі берген. Алла Тағала оған қалау берген. Және де оның дұшпаны бар, шайтан деген. Осы дұшпанды жеңіп, Аллаға құлшылық қылу үшін келгенбіз біз. Негізгі мақсатымыз сол. Қайда бара жатсың? Алланың алдына барасың, есеп күніне барасың. Саған берген мүмкіншілік мынау. Сен Раббыңның алдында әу бастан Адам алейхиссаламды жаратып, белінен рух қылып суырған кезде, сенсің біздің Раббымыз деп мойындаған уәдеңді дәлелдеу үшін, Раббыңа адал болу үшін, осы дүниені Алла Тағала осы имтихан қылып жаратты. Әу бастан Әл-Мисақта біздер Алла Тағалаға уәде бергенбіз. Сол кезде біздердің уәдеміз, Алла Тағала біздің уәдемізді қабылдап қойған сол кезде. Сол кезде Алла Тағала мен емеспін ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағала Құранда мағынасы мынандай аят бар: Мұхаммад, сол күнді еске ал дейді. Қай күн ол? Адам алейхиссаламның белінен бүкіл зурияттын шығарып, шашып жеріп рухтарын. Мен емеспін ба сендердің Раббыларың дегенде, біздің рухымыз сол жерде біздің рухымыз уәде берген жаратушымызға, Раббымызға. Сенсің біздің Раббымыз деп. Оның бәрі біздің памяттан көшіріліп кетті жаңағыдай. Аварияға түскен адамның несі сияқты. Міне сол нәрсені мына жерде дәлелдеп шығуымыз керек. Мұсылман болуға уәде бергенбіз сол кезде. Енді мұсылманшылығыңды дәлелдеу үшін, сен қателесіп кетпеу үшін, сен адасып кетпеу үшін Алла Тағала қамқорлығымен пайғамбарлар жіберіп, бүкіл қиссаларды Құранда баян қылып, біздің тура жолымызды нақтылап көрсетіп қойды, мін деп. Осы сенің жолың. Қайда барасың? Раббыңның құзырына барасың. Алланың алдына қайтып барадық бәріміз. Алланың алдына ораламыз. Күллу нафсин заиқатул маут дейді. Әрбір жан егесі өлімнің дәмін татады дейді. Бұл өмірге не үшін келдік? Өлімге қауышу үшін келдік. Өлім сапарына шықтық. Ананың құрсағынан шыққан кезде өлім сапарына шыққанбыз. Енді өлім сапарына қарай кетіп барадық. Өліммен жолығамыз. Соған дейінгі уақыт біздерге беріліп тұрған нығмет. Соны бағалап алу керек. Соның бәрін иншаллах реттеп алу үшін Алла Тағала мына мүмкіншіліктерді беріп тұр біздерге. Фумма илайна туржаун дейді. Сосын менің алдыма ораласыңдар дейді Алла Тағала.
Міне сол кезде жаңағы Алла Тағаланың алдына оралғанда білмей қалдым, түсінбей қалдым демеу үшін Алла Тағала бүкіл ғайыптан біздерге кітап түсіріп, біздің жолымызды айқын көрсетіп қойды енді. Біз енді сол үш сұрақты іздеп, оның жауабын тапқаннан кейін ақылымыз бар ғой. Енді өзіміздің нәпсімізбен күресуіміз керек енді. Алламен өзіміздің нәпсімізбен күресуіміз керек иншалла. Жан шыққанға дейін күресіп, Алла Тағалаға мұсылман болып өтуге әрекет қылуымыз керек.